Құран оқудың 10 пайдасы. Құран иманды күшейтеді. Сөзсіз мүміндер, Алла еске алынса, жүректері қобалжиды да оларға Алланың аяттары оқылса, сенімдері артылып, Раббыларына тәуекел қылады. Әнфал сүресі 2 аят. Құран жаныңызға тыныштық сыйлайды. Солар иманға келгендер және Алланың еске салуымен, Құранмен жүректері тыныштық тауып, орныққандар. Біліңдер, жүректер Алланың еске салуымен, Құранмен тыныштық тауып, орнығады. Раад сүресі 28 аят. Құран оқушы жаны мен тәніне шипа табады. Ей адамдар! Тәңірлеріңнен сендерге насихат, жүректеріңдегі дерттеріңе дауа, мұсылмандарға тура жол және жарылқау ретінде Құран келді. Юнус сүресі 57 аят. Біз Құраннан имандылар үшін шипа және мейірім түсіреміз. Исра сүресі 82 аят. Құран қас дұшпаннан қорғайды. Кім таңертең аятул күрсіні оқыса, кешке дейін шайтаннан қорғалады, ал кім кешке оқыса, таңға дейін қорғалады. Кім түнде, жатарда Бақара сүресінің ең соңғы 2 аятын оқитын болса, ол оған жеткілікті болады. Құран дәрежелерді көтереді. Расында, Алла тағала осы кітаппен амал еткен қауымның 2 дүниеде мерейін өсіріп, ал амал етпеген қауымның дәрежесін түсіріп, қор қылады. Құранды толық оқып біткен адамның дұғасы қабыл болады. Ал Құран оқудың соңында жасалған дұға қабыл болады. Құран өзін оқушыға кешірім тілейді. Құран оқыңыздар. Расында, қиямет күні ол өзін оқығанға шапағатшы ретінде келеді. Алла тағала Құран оқушыны еске алып қана қоймай, оны тыңдайды. Алла тамаша дауыстыны, ол Құранды ырғағымен оқығанда тыңдағандай ешкімді тыңдамайды. Құран оқыған адамға періштелер дұға жасайды. Егер адам Құран оқуды түннің әуелгі бөлігінде аяқтаса, онда періштелер ол үшін таң атқанша дұға етеді. Ал егер де ол Құран оқуды түннің ақырғы бөлігінде бітірсе, онда періштелер ол үшін кешке дейін дұғада болады. Құран сізді ең жақсы адамға айналдырады. Сендердің ең жақсыларың Құранды үйреніп, оны үйреткендерің. Көңіл бөлгендеріңізге көп рахмет. Видеоға лайк басып бөлісіп пікір қалдырыңыз.